Ассалаумағалейкум. Бірінші бөлім, бірінші сабаққа қош келдіңіздер. Бірінші сабақтың тақырыбы құлпынай бизнесінің маржасы. Енді құлпынай бизнесінің маржасына келетін болсақ, егер сіздер бір соттықтан бастайтын болсаңыздар, соның шығындарын қазір жаза кетейін, соны есептеп, одан қанша пайда табуға болады, және де таза пайдасы қанша болады, шығыны қанша болады, соны есептейтін боламыз. Міне қазір жазып көрсетейін сіздерге. Мысалға бір соттыққа егетін болсаңыздар, бір соттыққа егетін болсаңыздар, міне бір соттық. Бір соттық дегеніміз ол ұзындығы да ені де 10 метрден ол 100 квадрат метр болады. Соны бір соттық дейміз. Ені де ұзындығы да 10 метр. Яғни ол жерге біз мысалға мына жерге кішкене сызып көрсетейін. Мына жерде біздің құлпынай егетін орнымыз болса, мына жақ 10 метр, мына жақ 10 метр болады. Міне осы жерге құлпынайды егетін жерді дайындаған кезде мына шеттен кішкене орын қалдырасыздар 30 сантиметр. Содан бастап мына жерде былайынан жүйек жасайсыздар. Оны кейінгі сабақтардан көретін боласыздар. Осылайынан жүйек жасайсыздар. Бұл жүйектің ені 70 сантиметр болады, ұзындығы сәйкесінше 10 метр болады. И одан кейінгі келесі қасындағы жүйек ол да 70 сантиметр болады. Және осы екі жүйектің арасы 30 сантиметр болады. Солай есептеп, осылайынан жүйек жасап аласыздар. Мына жерлерде қазір көріп отқандарыңыздай арт жақта осылайынан жүйек жасап, әр жүйекке арасын 25-30 сантиметр шахматный порядкіде егіп, солайынан ол жерге бір соттыққа 600-700 түп құлпынай кетеді. Біз қазір 700 түп құлпынай кетеді деп есептейік. Мысалы бір соттыққа 700 түп құлпынай кетеді. 700 түп. Осы 700 түпті егіп, одан кейін бұл жерде тағы да басқа шығындар. Ең бірінші шығын ол бізде клёнка болады. Бірінші клёнка. Ол қара клёнка. Клёнканың қалыңдығы 0,4 болса болады, және де 0,6 болса ол да жақсы. Одан кейін екінші шығынымыз біздің капельный шлангы, тамшылатып суару шлангысы. Тамшылатып суару шлангысы. Одан кейін осы тамшылатып суару шлангысына жалғанатын басындағы краниктер. Краниктер. Одан кейінгі бізде төртінші 32-лік шлангы. Ол 32-лік шлангы былайынан көлденең жатады. Көлденең жатқаннан кейін ол жерге бізге 12 метр шлангы қажет болады. Так, шланга 32-лік. Одан кейінгі су айдайтын мотор. Так, су айдайтын мотор. Одан кейінгісі, алтыншы, бізде 1 тонналық бочка. 1 куб бочка. Еврокуб деп те айтады. Жалпы осылар. Одан кейін бізге жаңағы шлангы, 32-лік шлангының басын жауып бітеп қоятын ол заглушка бізде. Заглушка. Одан кейін 8-шісі бізде көшет. Құлпынайдың көшеті. Жалпы ең басынан бастап қазір бағасын жазатын боламыз. Жалпы клёнканың бағасы килограммы 1200 теңге. Бізге бұл жерге 100 метр клёнка қажет болады. 100 метр клёнкамыз біздің 5 килограмм болады. 5 килограмм. 5 килограммды 1200 теңге көбейтсек, ол көбейтеміз 1200-ге. Ол бізде 6000 теңге болады. 6000 теңге болады. Және де капельный тамшылатып суару шлангысы бұдан бізге
200 метр керек болады. Себебі біз екі қатар шланга тастаймыз. 200 метр капельный шланга тамшылатып суару жүйесіне. Оның бағасы 16 теңгеден, көбейтеміз 16-ға. 16-ға көбейтсек 3200 теңге шығады. Одан кейін бізде краниктер. Краниктердің бағасы 150 теңгеден, бізге екі қатар шланга болғаннан кейін бізге 20 дана краник сальнигімен қажет болады. Ол сальнигімен 150 теңгеден болады. 150 теңгеден бізде 3000 теңге болады. Одан кейін бізде 32-лік шланга. 32-лік шланга қазіргі уақытта 400 теңгеден тұрады. Бізге 12 метр қажет. 12 метрді көбейтеміз. 400-ге. 400-ге көбейтсек 4800 теңге шығады. Одан кейін бізде суды айдап тұратын мотор. Моторымыз бізде қазіргі уақытта 45 мың теңге орташасы. теңге. Одан кейін бізде 1 куб, еврокуб бочка 1 тонналық. Бұл жалпы бұның орнына жаңағыдай жерді қазып, сол жерге клеенка тастап, солай пайдалансаңыздар да болады. Ол өте арзан түседі. Бұның еврокубтың бағасы 30 мың теңге қазіргі нарық бойынша. Одан кейін заглушка. Заглушкамыз 32-лік шлангының екінші басын бітеуге. Бір басы еврокубқа жалғанады моторға. Екінші басы жаңағы жабық тұрады. Су шығып кетпес үшін ол 500 теңге тұрады. Одан кейін бізде ең маңыздысы ол көшет. Көшет бізге 1 соттық жерге жаңағы басында айтқанымыздай 700 түп кетеді. 1 соттыққа 700 түп құлпынай. Оны көбейтеміз. Қазіргі нарық бойынша 60 теңгеден. 60 теңгеден көбейтсек, ол 42 мың теңге болады. Одан кейін бізде тағы да осы құлпынайды егіп болғаннан кейін ары қарай дәрілері бар, витаминдері бар шашылатын. Оны қосымша жазайық. Дәрі витаминдері. Бұған жобамен 20 мың теңгедей кетеді. Бұны килограммдап аласыздар, қаппен алмайсыздар, граммдап өлшеп. Енді бізде жалпы шығын осы. Қазір бұның барлығын қосып, есептеп, қазір жазатын боламыз. Өздеріңізде қызық болу үшін өздеріңізді есептесеңіздер болады жалпы. Менде общий барлығы 162 мың 700 теңге шықты. Бұл осы жерде бүкіл шығынымыз құлпынайды 1 соттық жерге егуге кететін көшеті, дәрісі, барлығы осы жерде жазылды. Қазір енді жұмыс адам күші ол енді 1 соттыққа адам жалдаудың қажет жоқ деп ойлаймын. Жалпы өзіңіз егіп, өзіңіз осының барлығын жасай берсеңіз болады. Бұның барлығын қалай жасау керек? Оның барлығы біздің алдағы курстарымызда көре аласыздар. Бұл жерде енді біз осы 700 түп құлпынайдан қанша өнім аламыз, соны жазайық. Мысалға 700 түп құлпынайдың барлығы дерлік өніп өсіп кетпейді. Оның бір 50 шақтысы өлуі мүмкін. Енді біз 650 деп есептейік. 650 құлпынай қалса, 650 түп. Бұны көбейтеміз. Қазіргі уақытта орта есеппен 300 граммдай құлпынай алуға болады жалпы бір түптен.
бір түптен 300 грамм құлпынай алсақ, ол кезде бізде 195 килограмм құлпынай ала аламыз. 195 килограмм құлпынай аламыз. 195-ті қазіргі нарықпен бізде 1,5 мың теңге. Ең арзаны, енді 2 мыңнан да сататын уақыттар болады, 1700-ден де болады. Жалпы 1,5 теңгеден сататын болсақ, енді бұны көрші, жан-жақта ағайындарды алып қояды. Базарға да алып шығып үлгермейтін шығарсыздар. Жалпы бұның пайдасы 292.500 теңге болады. Міне бұл бізде общий шыққан пайдамыз. Бұл жерден енді біз шығынды алып тастаймыз. Жалпы бізде шығынымыз 162.700 теңге болды. Мына жердегі барлық егуге, көшетті барлығын алуға кеткен шығын. Енді бұл жерде мына жаққа жазайық. Жалпы кіріс 292.500. Бұдан шығынды алып тастаймыз. Мына жаққа қазір жазайын. 292.500. Бұдан алып тастаймыз. Мына жалпы шығын 162.700. Бұл жерде бізде 129.800 теңге таза пайда. Міне бұл жерде бізде 129.800 теңге, бұл таза пайдамыз бір соттықтан. Бұны енді сіздер қарайтын болсаңыздар, мына жерде бұл құлпынайларды еккеннен кейін екінші жылы да өнім алуға болады. Екінші жылы енді тура осындай көрсеткішпен аласыздар деп айта алмаймын, бірақ осыдан кішкене аздау аласыздар, бірақ ол да әжептәуір пайда болады. Одан кейін бұл жерде сіздерге ең үлкен пайда ол мына көшетті сіздер көбейте аласыздар. Мысалы 650 түп құлпынай қалған болса сіздерде, сол 650 түпті 10 есеге 6,5 мың көшетке жеткізуге болады. 6,5 мың көшет өзіңіз шығарып аласыз. Келесі жылы мысалға 10 соттық жерге егетін болсаңыз, сіз сол 10 соттық жерге көшетіңізді өзіңіз шығара аласыз. Оны біз сабақтарымызда көрсетеміз алдағы. Одан кейін бұл жерде сіздерге пайда болып қалатын нәрсе ол жаңағы мотор. Бұл мотормен сіздер 10 соттық жерді де суара аласыздар. Сіздер 10 соттық жерге егетін кезде сіздер суға мотор сатып алмайсыздар, және де Еврокуб бұны да сатып алмайсыздар. Бұл 1 тонналық бочка. Және де ең бастысы ол бізде көшет. Бізде көшетіміз бағасы әжептәуір қымбат болады нарықта. Жалпы 10 соттыққа шыққан кезде 10 соттыққа шыққан кезде 650 түбіңіз 6,5 мың құлпынай өндіруге болады. Одан да көп өндіруге болады жалпы. Ол кезде сізде шығыныңыз 10 соттықта мүлде жаңағыдай аз болады. Мысалға бұл жерде 162.700 теңге шығын болып тұрса, ол жерде енді сіз клёнка сатып аласыз. Одан кейін жаңағы краниктер, тамшылатып суару жүйесін, оларды енді мысалға 6.000 теңге, 60.000 теңге болады. 3.200 теңгеңіз 32.000 болады. Сол секілді жаңағыдай кішкене шығындарыңызды көбейеді. Бірақ та ең бастысы сізде мотормен жаңағы Еврокуб оларды сатып алмайсыз. Олар ары қарай пайдалана бересіз. 1 гектарға дейін де негізі пайдалануға болады жалпы. Енді бұл жерде бізде пайдасына көңіл бөлейік. Енді барлығымызға қызықтысы пайдасы. Бізде 292.500 жалпы кірісіміз, одан кейін жалпы шығынымыз 162.700. Бұдан алып тастасақ, бізде таза пайдасы 129.800 теңге қалды. Енді бұл жерде мысалға 292.000
бөлетін болсақ, ол жаңағыдай 162 мың шықпайды. Сол себепті бұл жерде пайдамыз 100% емес, бірақ та бізде пайдамыз 129.800, бұл орта есеппен бір 70-80% жаңағыдай маржасы бар деген сөз. Енді бұл жерде сіздер ары қарай тура осы цифраларды 10-ға көбейтсеңіздер, есептеп көріңіздер. Мысалға өздеріңіз, бізде қазір мына жерге жазып көрсетейік сіздерге. Жалпы бізде табатын пайдамыз мына жақта мысалға 650 түптен 300 грамм 195 килограмм құлпынай алдыңыздар деп есептедік. Жалпы бұл жерде 6,5 мың болса, соған байланысты мынау да 300 болып тұра берсін. 300 граммнан алыңыздар. Соның өзінде мысалға мына жерде 1 тонна 950 килограмм құлпынай алуға болады. Жалпы 10-ға көбейткен кезде. Енді оның 1 тонна 950 киланы 1,5 мың теңгеден көбейтсеңіздер, соған байланысты мына жерде 2 миллион 920 мың теңге пайда болады. Енді мына жерге аса мән берейік. Жалпы бізде жалпы шығын 162.700. Егер сіздер бұл 162.700 теңгені сіздер кез келген қандай да банкке салатын болсаңыздар, ол жерде жылдық пайыздық мөлшері егер 20% болатын болса, бұл жерде сіздерде 162 теңгелеріңіз 200 мыңға дейін көбеюі мүмкін. Енді ол бір жылдық. Ал енді сіздер қарап көріңіздер, мысалға бір жылда 162.700 теңгені салып, оны 292.500 теңге қылып шығаратын қандай бизнестің түрі бар, және де қандай банктер бар, соны есептеп, соны ойланып көріңіздер. Енді бұл жерде біздің таза пайдамыз міне 129.800 теңге. Егер бұл 162.700 болғанда, онда бірге бір пайда көрген болатын едік. Ал бірақ бұл жерде бізде 70-80% қазір пайда көріп тұрмыз. Жалпы осыған есептеп, осыған қарап, осыны ары қарай 10-ға көбейтсеңіздер, мына жерде таза пайдаларыңыз қалады. Ол деген сөз, сіздер жылдан жылға дамып, осы бизнесті қолға алатын болсаңыздар, өте керемет деген деңгейлерге көтеріліп, жақсы нәтижелерге жетесіздер деп ойлаймын. Жалпы осыны жасап жатырмыз өзімізде. Қазіргі уақытта соны жасап, істеп көріп жатқаннан кейін, оны сіздермен бөлісіп жатырмыз. Міне көріңіздер, біздің сабақтарымызға қатысыңыздар, ары қарай бірге дамиық. Болды.